Болды, жүріп жатыр ғой деймін, Иә, иә. иә? Сіздер де 3 минут енді Аида, иә? Нақты сөйлейсіздер, иә? Біздің жалпы авторлық бағдарламамыздың тақырыбы мәтін мен жұмыс негіздері 5-ші сынып оқушыларына арналған. Бізде жаңағыдай бұл жұмысты 2 адам жазып отырмыз. 38-ші мектеп гимназияның қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімдері Жақсылық Аида Бақытбекқызы және Смайылова Жанар Бейсенбиновна. Жалпы біздің мына жерде авторлық бағдарламамыздың мақсатына келетін болсақ, оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту, мәтінді түсіну, мазмұнды талдау, негізгі ойды анықтау, жалпы ақпаратты өңдеп, өз ойын дәлелді жеткізе білу, дағдылар қалыптастыру және олардың тілдік, коммуникативтік, сыни ойлау қабілеттерін жетілдіру. Жалпы қазіргі кезде білесіздер, мәтін мен жұмыс бұл функционалды сауаттылықтың негізгі өзегі. Сол себепті бұл бағдарлама өте өзекті деп ойлаймыз. Осы мақсаттарға жету барысында біз мынандай міндеттерді қойып отырмыз. Мәтін мен саналы жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру, тілдік қор мен сөз байлығын арттыру, және сыни және логикалық ойлау қабілетін дамыту, сонымен бірге шығармашылық ойлау мен дербес жұмыс дағдысын жетілдіру, оқуға деген ынтаны арттыру және коммуникативтік дағдылар мен ынтымақтастыққа және жеке жұмыс істеу қабілетін қалыптастыру. Одан ары қарай Жанар апай, сіздің кезегіңіз, айта беріңіз, күтілетін нәтиже бойынша. Иә, осы авторлық бағдарлама бойынша күтілетін нәтиже мәтін мен жұмыс негіздері бағдарламасын игерудің қажеттілігі бағдарлама мәтіндерді өмірмен байланыстыра отырып, оқушыға қызықты тапсырмалар ойлауға жетелейтін сұрақтар мен зерттеу жұмыстары арқылы оқуға деген ынтасын күшейтеді. Оқушы тек қабылдаушы емес, мәтін мен жұмыс барысында белсенді әрекет етуші тұлғаға айналады. Күтілетін нәтиже сонымен қатар шығармашылық қабілетін арттырады, оқу мәдениетін қалыптастырады, өз ойын еркін және дәл жеткізе біледі, топтық және жеке жұмыс дағдыларын игереді, пікірталас және сұрақ қою дағдыларын жетілдіреді. Мәтінді толық түсіну және талдай білу қабілеті артады, тілдік қордың баюына әкеледі. Енді бізге келіңізші, Жанар апай, сонда бұл авторлық бағдарлама ма, әдістемелік құрал ма? Бұл авторлық бағдарлама. Не үшін сыныптарға арналған? 5-ші сыныптарға арналған. Орыс сыныбы, қазақ сыныбы? Бұл жерде бізде Т1, Т2 бар, білесіздер ғой? Иә. Бұл жұмысты жалпы орыс сыныбына да, қазақ сыныбына да ыңғайлап қолдана беруге болады. Бола ма? Иә, болады. Қорытындысын айтыңыздар, шақа, уақытты кішкене қысқартайық, бірін тез осылай нақты болсын деп. Қорытындылай келе, жаңағы мәтін мен жұмыс негіздері функционалдық сауаттылықтың өзегі болғандықтан, жаңағындай біз осы жұмыспен қазіргі білім берудің басты мақсатымен жаңағындай үндестікте жұмыс жасаймыз. Осы тұрғыдан алғанда, мәтін мен жұмыс негіздері бағдарламасын игеру бұл білім алушының жан-жақты дамуына, тілдік және ойлау дағдыларын шыңдауға, 21 ғасыр талаптарына бейімделген тұлға қалыптастыруына апаратын маңызды құрал болып табылады. Рахмет көп. Келесі бізде Мукитанова Индира, Қайырбекова Маржан Сламбековна. Индира апай өз қоса ма? Слайдын. Демонстрацияны өзің беріп отырасың, е? Сосын әріптестер мына жерде видеокамерасын Рахат Жанаргүл, 16-шы мектеп, Рахымжанова, Сахмиденова, iPhone Гүлназ деген әріптестер видеоларымыз қосып отырыңыздар. Мен камерам, экраным өшті ғой дейме, экран. Нелли Оразовна, аудионы өшіріңіз, аудионы өшіресіздер, видеоны қосасыздар. Индира апай, қоса беріңіздер слайдтарыңызды. Рахымжанова, менің мектебім, видеоны қосыңыздар. Поделиться. iPhone Гүлназ. iPhone Гүлназ. Иә. Аудиоларыңызды өшіріңіздер. Біз видеоны өшіріңіздер, Алихан Нұрбаша қосылып отыр ма? Мына жерде Индира апай жоқ, видеоны, слайдты қосып отырған жоқ сіздерде. Сіздердің демонстрация береді, өздеріңіз қосасыздар. Мен қосып отырған. Сосын бізде бар ғой. Назапа, мен шықтым ба?
Шығып тұрмаған жоқпын да. Сұрақ қойсақ болады екен, а? Олай қосамыз, что-то менде қосылмай тұр слайд. демонстрацияны телефонмен жасауға бола ма екен? Ноутбуктан қосылмай тұр. Жоқ, телефонмен болмайды ау демонстрация. Телефоннан егер сізде демонстрация деп шығып тұрса болады. Демонстрация деп шығып тұр ба? Басып көріңіз. Маржан, мен микрофон. Шықты ма? Қостыңыз ба? Қосылмай жатыр. Қазір неден көремін? Кімнің қасында екі телефон қосылған? Сон біреуін өшіріп тастаңыздар, дауысын болмаса. Эхо беріп тұр. Китанова, Индира, Қайырбекова, Маржан қорғай берсінші. Аида. Иә. Қосыла алмай жатырмыз, Айнұр апай. Индира апай, ана Неге қосылмайды? астына қарасаңыз, демонстрация экраны ма, поделиться ма шығып тұрады. Соған басыңызшы. Әріптестер кім дайын? Оспанова, Арай, Барлановна бар ма? Бармын, дайымын, аха, демонстрация берсеңіз. Демонстрация беріңізші, Аида апай. Арай апайдікін мен қосайын, кеше сіздер едіңіз ғой. Иә, жіберсеңізші, сіз қосып Қоса отырмысыздар. берсеңіз де болады, аха, Аида. Мен қосылмай тұрмын. Микрофондарыңызды өшіріңіздер, әріптестер. Мына бір кісі қосылды ғой. Неге? 16-шы мектеп қана жаңағы Оспанова деген кісі ғана қоссын, қалған кісілер өшіріп тастасын, иә? Гүлназ апай, айфон Гүлназ апай, аудиоңызды өшіріңіз. Арай апай, қазір сіздікін ашайын деп отырмын мен. Сіз дайын отырмын. Әріптестер, неге телефоннан кіріп отырсыздар? Айтылды ғой, ноутбукпен кіріңіздер, қорғайсыздар деп. Мен өзімден шықпай тұрмын. Арай апай, бастай беріңіз. Сәлеметсіз апай. Сәл үлкейте аласыз ба? Тағы да кішкене кетсеңіз. Келесін өзіңіз істеп отырасыз ба? Ойындыма айта беріңіз, аха. Жақсы, сәлеметсіздер ме, әріптестер? Қалдарыңыз қалай? Сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі менің қорғайтын тақырыбым мәтінді талдауға үйрету әдістемелік құралы. Авторы Оспанова Арай Марлановна. Бұл әдістемелік құрал оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамытып, мәтінмен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыруға арналған. Ол білім беру процесінде маңызды құрал болып табылады. Келесі? Әдістемелік құралдардың қолдануы мен өзектілігі. Бұны біз қолданамыз. Әдістемелік құрал білім беру үрдісіне мәтінді талдауды үйрету маңызды құрал болып табылады. Өзектілігі мәтінді талдау әдістемелік құралының қазіргі білім беру жүйесіне өзекті екені белгілі. Келесі өйткені мен үлгермей қалам. Аяқ жағы өте қызықты. Мақсаты мен міндеті, бірінші біз мақсатымыз оқушылардың мәтінді талдау тиімді әдістерін үйрету, олар арқылы оқу дағдыларын жетілдіру. Екінші, оқушылардың мәтінмен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру. Үшінші, сыни ойлау қабілетін дамыту. Пәнаралық байланысты нығайту, оқу процесінде оқушылардың белсенділігін арттыру. Және бесінші, мәтінді талдау барысында логикалық ой қабілетін жетілдіру. Келесі? Бұл кезде біз теориялық және практикалық маңыздылығы неде дейтін болсақ, бұл жерде әдістемелік құрал мәтін талдау теориясына жаңа көзқарас енгізеді. Бұл білім беру саласындағы ғылыми зерттеулердің дамуына ықпал етеді. Ол оқушылардың сыни ойлау қабілетін теориялық тұрғыда негіздейді. Бұл білім беру үрдісінің тиімділігін арттырады. Сонымен қатар оқу құрал
мәтіндерінің талдауда заманауи әдістерін ұсына отырып, білім беру жүйесіне жаңашылдыққа бейімделуіне мүмкіндік береді. Келесі, оның элементтерін 5 түрге бөлдік. Бірінші тақырып, абзац, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды. Мәтіннің негізгі идеясы, бірінші тақырыбын, негізгі идеясы мен мазмұнын анықтап аламыз. Оқырманға мәтіннің не жайлы екенін түсіндіруіне мүмкіндік береді. Абзац мәтіннің біртұтас мазмұнын білдіретін белгілі. Әр абзацта негізгі ой немесе негізгі идея болу керек. Кіріспе мәтіннің басынан орналастырып, оқырманды негізгі тақырыппен таныстырады. Мақсатын, маңызын, құрылымын қысқаша баяндайды. Негізгі бөлім мәтіннің орталық бөлігі, онда негізгі идеялар мен дәлелдерді толық ашылады. Қорытындылай келе, мәтіннің соңында орналасып негізгі ойларды жинақтап, тұжырымдар жасайды. Жаңа ақпарат берілмейді. Ары қарай. Келесі, бұны мәтінді талдаудың ғылыми бағыттарын, лексикалық байланыс, грамматикалық байланыс. Кішкене көтересіз ба? Міне осы 4 байланысқа бөлдік. Интертекстуалдағы және прагматикалық аспектілер болып 4 мәтінге бөлдік. Ғылыми бағыттары. Ары қарай. Міне классикалық зерттеу әдістері мәтіннің ДНК талдауы, мәтіннің құрылымын, негізгі элементтерін анықтауды үйретеді. Мәтіннің бөліктерін, әр бөлімінің маңыздылығын талдайды. Одан кейін интерактивті мәтін архитектурасы, бұл мәтіннің құрылымдық элементтерін визуализация арқылы түсіндіреді, дамытады. Мәтіннің құрылымын интерактивті сызба ретінде құрастырады. Апай, ренжімеңіздер, нақты сонымен қай сыныптарға арналған бұл әдістемелік құрал ма, авторлық бағдарлама ма? Бұл әдістемелік құрал 9-10 сыныптарға арналған, орыс қазақ сыныбына да болады. Өйткені бұл жерде орыс сыныбында да білесіздер, мәтін мен талдау жұмыстары өте көп. Сондықтан жаңағы орыс қазақ сыныбына да арналған. Заманауи мәтін талдау әдістерін, мына жерін бір айта салайыншы. Заманауи қазір бізге бұл ең керекті ненің бірі, мәтіннің талдау әдістері, мысалы цифрлық деректермен талдай алады, тұлғалық диалог арқылы талдай алады, жасанды интеллектпен сараптама жасай алады, және зертханалық мәтін талдау ретінде осылай қазір заманауи әдістермен мәтінді талдауға болады. Негізгі менің мақсатым мәтінді талдауға үйрету. Енді қорытындылай келе, қорытынды және болашақ бағыттар дейді. Бұл жерге мысалы бізге бұның ең шешімі не болу керек? Мысалы не болу керек деген ой болса, мысалы білім сапасын көтереді, нәтижелер оқу бағдарламасына қосымша мазмұн ретінде қолдануға болады. Мұғалімдерге көмек, зерттеу нәтижелері мұғалімдерге, әдіскерлерге оқу үрдісін ұйымдастыруына көмек береді. Ал болашақ зерттеулеріміз мәтінді талдаудың жаңа әдістерін цифрлық платформаларда енгізіп, мүмкіндіктерін зерттеуге болады. Рахмет сізге, Арай апай, сізге көп рахмет. Енді Алла бұйыртса, келесі жылы осы жұмыстарыңыздың нәтижесін көретін боламыз. Әрине. Қазіргі таңда білесіздер, мәтінмен жұмыс жасау, яғни функционалдық сауаттылықты арттыру, ол барлық қазақ сыныптарының, қазақ сыныптарының үлкен рөл атқарады. Рахмет. Келесі бізде кім? Гүлжан апайға маған демонстрация берсеңіз, мен қоса алатын едім демонстрация. Өйткені бұл кісі кеше қорғап кетсін. Романова Гүлжан Сақпаевна. Қосылып кетсін, бірден қорғап кетсін сол кісі. Сіздікі екінші апай слайдсыз қорғай берем деді, иә? Жоқ, слайды бар ол кісінің. Маған демонстрация берсеңіз болады, мен өзім ашып алам. Мен өзімдікін қазір тоқтатайын онда. Келесі кезекте Мукитанова Индира, Қайырбекова Маржан дайын отырыңыздар, иә? Сосын әріптестер, қазір Zoom аяқталды, 40 минутта аяқталып қалғаннан кейін қайттан осы ссылкаға кіріп, қайттан арғай жалғастыра береміз. Жарай ма? Тек қана уақытын ауыстырамыз. Қорытындылап отырсақ болады ғой, иә? Болады, әрине. Шығып кетпеңіздер. Иә. Қазаға демонстрация берсін. Не ғой деймін, қосылып көре беріңіздерші, Арай апай. Так, мен сізі қай жерден еді? Болмаса слайдыңызды кімге айдаға жібересіңізші? Оңай сол еді негізі, иә. Қазір 1 минут.
демонстрация берсең жақсы болар еді. Мен көрмей тұрмын, жері келмеді маған. Мен по идее Айнұр Мұхтаровна, біз жіберсек бола ма? Аида, бізді қоса аласың ба? Онда қазір сіздерден қоса берейін. Индира апай қазір бір минут. Аидам, мен сізге жекеңізге шығайын, сіз слайдты жіберіп қойсам болады ғой? Иә, сөйте беріңіз, аха, маған жібере беріңіздерші. Аида номерімді тіркеп қойса болмай ма мына жерге заметкаға? Заметканы қазір бір Шек минут. күшті болар еді. Негізі Аиданың номері бар еді менде. Қазір Иә, көремін. ария апай сізде бар. Аида номер қанша, бізде жіберейікші слайдымызды. Қай жақтан Иә, сразу Аида апайға жібересіңіздер. Иә, Аида то тіркеп уақытта чат кетіп деген жатыр. Аида, иә, чат деген жерге номеріңді жазып, чат деген жерге номеріңді қазір, жазып. Демонстрация экраны бере салайын, кімдер апайларға. Көрініп тұр ғой деймін, иә? Индира апай шықты ма? Жоқ, шықты. Үлкен болса. Жақсы, бастай беріңіздер. Аха, әріптестер көп оқудың қажеті жоқ. Ең керекті негізгі деген ақпараттармен бөлісіңіздер, иә? Қазір мен бір минут жаза салайын мына жерге. Жазыламын екен. Аида, сен жаза бер өзің, кімдер қорғай берсін, апайлар қорғай берсін. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біз номер 38 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімдері Мұхитанова Индира және Қайырбекова Маржан Сіләмбековна. Бүгінгі біздің авторлық жұмыс, яғни авторлық бағдарламамыз тақырыбы қазақ тіліндегі эмоционалды білдіретін сөздер мен тұрақты тіркестер. Бүгінгі қорғалатын тақырыбымыз осы. Яғни бұл 34 сағатқа бекітілген жұмыс, авторлық бағдарлама. Бұны курста қолдана берсеңіздер болады. Қолданамыз, өзімізде қолданып бастадық. Яғни бұл зерттеуден өтілген жұмыс. Яғни бүгінгі авторлық жұмысымыздың мақсаты, бағдарламаның мақсаты, яғни қазақ тіліндегі эмоционалды білдіретін сөздер мен тұрақты тіркестердің авторлық жұмысымыздың бүгінгі қаралатын мақсатымыз, яғни оқушылардың тілдік қорын байыту, эмоционалды реңкті дәл жеткізе білу дағдыларын қалыптастыру және қазақ тіліндегі эмоционалды бояуы бар сөздер мен тұрақты тіркестерді жүйелі түрде меңгерту арқылы олардың коммуникативтік құзыреттілігін дамыту. Бағдарламамыздың міндеттері эмоциялық реңкті таныту мен түсіндіру, сөздік қорды байыту және қолдану дағдыларын дамыту, коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру, тілдік сезімталдықты дамыту, ұлттық мәдени құндылықтарды меңгеру, шығармашылық қабілетті жетілдіру, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру, әдебиет пен өмірді байланыстыру. Яғни бағдарламаның өзектілігі бұл жерде эмоционалды тілдегі көрінісі, эмоция адамның ішкі сезімі мен көңіл күйінің тілдегі көрінісі, яғни сөздер арқылы адамның ішкі эмоциясын және тілдегі эмоционалды тілдегі сөздерді, яғни балаларға қаншалықты меңгерте алатынымыз туралы. Тұрақты тіркестер біздегі фразеологизмдер, эмоцияны бейнелейтін, мағынасы өзгермейтін ерекше тілдік бірліктер. Яғни осы бағдарлама бойынша күтілетін нәтиже. Яғни бірінші тілдік білімді деңгейін арттыру, екінші сөздік қорын кеңейту және коммуникативті құзыреттіліктерін дамыту, тілдік сезімталдығын қалыптастыру, ұлттық мәдениетін меңгерту, шығармашылық қабілетін дамыту, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру және әдебиетпен өмірді байланыстыра білу. Қай сыныптарға арналған? Бұл бізде жоғары сыныптарға арналған, 5-тен жоғары, қазақ және орыс сыныптарына да. Бұл жерде көбінесе көңіл-күй, эмоция болғандықтан біз оны сын есімдерде де, үстеулерде де, одағайларда да қолдана береміз. Рахмет сіздерге. Қорытындысы. Қорыта келе, қазақ тіліндегі эмоцияны білдіретін сөздер мен тұрақты тіркестер бізде балаларға беретін тиімді жағы тілдік қызығушылығын арттырамыз.
сөздік қорын байытамыз оқушылардың. Мгм. Болды ма әріптестер? Болды, рахмет сіздерге. Келесі кезекте жаңағы Рахманова ма, Романова деген кісі. Иә, қазір мен скачать еткізіп жатырмын. Гүлжан Сақпаевна. Иә, бармыз, осы жердеміз. Әріптестер, видеоларыңызды қосып отырыңыздар. Запись жүріп жатыр, иә, білесіздер. Өздеріңізге де ол жақсы. Келесі, так, Романовадан кейін дайын отыратын Сахмеденова, Неля Оразовна, дайынсыз ба? Неля апай, маған жібере салыңыз слайдыңызды. Неля Оразовнадан кейін Райханова Гүлзира Махамбетовна, 7-ші орта мектеп. Слайдыңыз бастай беріңіз. Айнұр Мұхтардың менде қосылмай жатыр, кім? Менен кейінгі адам Неля қосылады. Оразовна, сіз дайын отырып ден? Жақсы ма? Менен кейінгі кісі. Жақсы. Жақсы. Бастай беріңіз. Қосылды. Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен бүгін сіздерге ұсынып отырған әдістемелік құралым интеграцияланған сабақтар, қазақ тілі мен әдебиеті және басқа пәндердің байланысы. Әдістемелік құрал 5-9 сыныптарда. Кіріспе бөлім. Негізгі бөлім сан атауларының шығу тегі мен қолданысы, әдеби шығармалардың тарихи оқиғалар, жер су атауларының тілдік ерекшеліктері, поэзиядағы табиғат бейнесі, цифрлық дәуірдегі жаңа сөздер, қорытынды, сосын пайдаланған әдебиеттер. Келесі. Мақсаты қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқу пәндерін кіріктіре отырып, оқушылардың тілдік, мәдени және ғылыми дүниетанымын кеңейту, пәнаралық байланысы тереңдету арқылы білім сапасын арттыру және оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің тарих, география, биология, математика, информатика, өнер, ағылшын тіл сияқты пәндер тиімді жолдарын көрсету. Тілдік біріктіруді тұрғыдан ғана емес, бірлік тұрғыдан да талдау жасай алады. Әдеби мазмұнды талдай отырып, оқушыларды ойлау, салыстыру, қорытынды жасау қабілеті. Мұғалімдерге сабақтарын жоспарлау, ұйымдастыру, өткізе әдістемелік құралын оқушылардың қызығушылығын арттыру, шығармашылық ізденісін дамытуға ықпал ету. Өзектілігі. Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың тек бір пән шеңберінде білім шектеу жеткіліксіз. 21 ғасырдың басты талабы білім өмірмен байланыстыра алу, алған ақпарат әртүрлі салада қолдана білу. Бұл тұрғыда қазақ тілі мен әдебиеті пәні басқа ғылыми салаларда кіріктіре оқыту. Оқушылардың тілдік құзыреттілігін арттырады, дүниетанымын кеңейтеді, функционалдық сауаттылығын дамытады. Оқу процесінде оқушы үшін қызықтыра әрі пайдалы етеді. Сондықтан интеграцияланған сабақтар мектептің білім беру жаңарту өзекті бағыты. Қазақ тілі мен әдебиеті тек гуманитарлық салада емес, математика, жаратылыстану, информатика сияқты техникалық пәндерді кіріктіру. Сабақ барысында пәнаралық жобалар мен тапсырмалар арқылы оқушылардың зерттеушілік, шығармашылық қабілетін дамыту. Цифрлық беру, білім ресурстарын онлайн платформасында интерактивті интеграцияланған тиімді пайдалану. Оқушы, алушы емес, зерттеуші және тұлға ретінде Апай, қорытындылай бересіз. тілмен әдебиет пән өтіп кетіңіз, неғыңыз күтілетін өтіп кетіңіз, күтілетін нәтиже
бағаланып, ойлау дағдылары дамиды. Интеграцияланған сабақтар оқушылардың оқу мотивациясын арттырады, шығармашылық ізденісін оятады. Мұғалімдер пәнаралық байланысты тиімді іске асыру әдістемелік құрал пайда болады. Білім беру сапасын арттырып, оқушылардың алған білімін өмірлік жағдаяттарда қолдану қабілеті қалыптасады. Рахмет апай, көп сізге. 5-9 сыныптарға арналған дедіңіз. Орыс сыныптар ма, әлде сізде қазақ сыныптар ма? Орыс сыныптары қазақ сыныптарына болады, бірақ орыс сынып керек, өйткені соның ішінде биотехнология деген сабақтар бар, жер су атаулары бар. Содан кейін мынау ненің Біздің орыс сыныптар көбінесе кіріктірілген сабақтар. Иә, сода көбірек Рахмет апай, сізге көп сабақтар. Енді бізде 5 минутымыз қалды. Рахмет. 5 минутымыз соңғы бір әріптес қорғап кетсін, иә? Одан кейін қайттан осы ссылкаға кіреміз, жалғастырамыз. Райханова Гүлзира Махамбетовна. Сол кісі ма, Аян? Кім? Аида? Орынбетова Әсел Сериковна. Сәлеметсіздер ме? Құрметті әріптестер. Орынбетова Асия Сериковна. Аха, мен дайынмын. Аян қыз сізге жіберіп қойдым. Немді слайдымды. Асел Сериковна, Орынбетова Асел Сериковна. 13-ші Дайын отыр. Аха, бастай беріңіз апай. Мен слайд қосып, бастай беріңіз. Авторлық бағдарламаның тақырыбы әдеби кейіпкерлер арқылы қазақ тілінде сөйлеймін. 6-шы орыс сыныптарына арналған. Енді бұл жерде мазмұны, оған тоқталмай қояйын, мақсаты. Басты мақсаты оқушылардың әдеби кейіпкерлерін жан-жақты зерттеу арқылы өз ойын еркін жеткізе білуіне қолдау көрсету. Кейіпкердің мінез-құлқы, іс-әрекеті, арман-мұраты мен құндылықтарын заманауи өмірмен байланыстыра отырып, қазақ тілінде ой қорытып айтуға үйрету. Жасанды интеллект құралдарын пайдалану арқылы оқушының зерттеушілік қабілетін дамыту, ақпаратпен жұмыс істеу дағдысын жетілдіру. Сыни тұрғыдан тәжірибеде қолдануға бағыттау болып табылады. Бұл мақсат оқушының тек тіл үйренуші ретінде ғана емес, өзіндік көзқарасы бар шығармашыл тұлға ретінде қалыптастыруға ықпал етеді. Міндетіне тоқталмай қояйын. Қазір. Бір минут. Тақырыбымыз қызық сияқты. Енді күтілетін нәтиже бұл жерде оқушылардың сөздік қоры молаяды, сөйлемдерді дұрыс құрайды, кейіпкердің сыртқы бейнесін, мінез-құлқын, іс-әрекетін сипаттайды, талдайды, кейіпкердің жағымды және жағымсыз қасиеттерін ажыратады, диалог құрастырады, өз көзқарасын білдіреді, сахналық көрініс ұйымдастырады, жасанды интеллект құралдарын қолданады, кейіпкер бейнесін заманауи өмірмен байланыстырып салыстырады. Енді бұл жерде әртүрлі әдіс тәсілдер қолдану арқылы диалог, шығармашылық, тапсырма, жоба, жұмыстар дейміз ғой. Сол диалогта кейіпкерді сипаттайды, кейіпкердің мінез құлқын танып біледі, кейіпкердің іс-әрекетін сипаттайды. Кейіпкермен сұхбат, кейіпкердің сөзін ары қарай жалғастыру, ойын жалғастыру деген жұмыстарды жүргізуге болады. Енді орыс сыныбы болғаннан кейін бұл жерде мақал мәтелдер, сахналық қойылымдар және қазіргі кезде жиі дейміз ғой, жасанды интеллекті қолдануға өте көп мүмкіндік бар. Ал енді бұл жерде жоба жұмыстарын да ұйымдастыруға болады. Енді құр тыңдай бергеннен гөрі оқушы осы көзбен көріп, өз ойын айтып, сол кезде осы орыс сыныптарындағы оқушылар өз ойын жеткізіп, тақырыпты меңгереді.
Рахмет апай, тақырыбымыз өте қызықты екен. Алла қаласа келесі жылы осы жұмысыңыздың нәтижесін көреміз деп сенемін. Аумин. Рахмет, барлықтарыңызға сәттілік. Енді міне уже бітіпті. Мгм. Қазір біздің зум аяқталады. Сосын қайттан 1 минуттан кейін қайттан кіресіздер, жарай ма әріптестер? Себебі қазір Аха, уже 40 жақсы. минут өтеді екен. Рахмет. Қалған Көп барлық рахмет. әріптестер кіріңіздер, жарай ма осы сылтаға? Себебі қорғағандарыңыз бар, қорғамағандарыңыз бар, бір-бірімізді тыңдауымыз керек, иә? Міндетті запись экраны жүреді. Жақсы, рахмет. Жақсы, жақсы.